Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода біз қызметкерлер және қызметкерлердің рөлдері бөлімдерімен қалай жұмыс істеу керектігін қарастырамыз. Меню арқылы настройки бөліміне өтіп, одан кейін роли сотрудников бөлімін таңдаңыз. Тіркелгеннен кейін жүйеде әдепкі бойынша келесі рөлдер құрылады. Руководитель компании, главный бухгалтер, управляющий, старший продавец және продавец-кассир. Жүйедегі рөлдер пайдаланушылардың қолжетімдік рұқсаттарын ыңғайлы түрде бөлуге көмектеседі. Яғни кім қандай әрекеттерді орындай алатынын анықтайды. Бұл өте ыңғайлы, себебі жаңа қызметкерді қосқанда рұқсаттарды қолмен баптамай-ақ дайын рөлді таңдауға болады. Жаңа рөл қосу үшін добавить роль батырмасын басамыз. Атауы мен сипаттамасын енгізуге арналған терезе ашылады. Мысалы, менеджер по закупкам рөлін жасаймыз. Сипаттама жолын толтыру міндетті емес. Екінші терезеге өтіп, қажетті рұқсаттарды белгілейміз. Барлық бөлімдерге рұқсат беру үшін жылжыманы қосуға болады. Немесе әр блокта жеке ашып, тиісті рұқсатты таңдауға болады. Барлық деректерді толтырғаннан кейін сохранить батырмасын басамыз. Жаңа рөл тізімде пайда болды. Бұл тізімде рөлдерді оң жақтағы үш нүкте арқылы басқаруға болады. Көшірмесін жасау үшін копировать батырмасын басамыз. Толтырылған деректері бар терезе ашылады. Өзгерістер енгізуге немесе сол күйінде сақтауға болады. Енді көшірілген рөлді өзгертейік. Изменить батырмасын таңдап, мысалы, сервис және интеграция бойынша рұқсаттарды қосып, рөлді сақтаймыз. Рөлді жою үшін үш нүктені басып, удалить батырмасын таңдаңыз. Енді жүйеде жаңа қызметкерді қосайық. Ол үшін сотрудники бөліміне өтеміз. Жүйеде тіркелгеннен кейін компания аккаунтын жасаған пайдаланушы үшін автоматты түрде руководитель рөлімен жүйелік рөл құрылады. Жаңа қызметкерді қосу үшін добавить сотрудника батырмасын басамыз. Бірнеше терезеден тұратын форма ашылады. Общие сведения терезесінде қызметкердің негізгі деректерін толтыру қажет. Міндетті түрде тегі, есімі, қызметі, жүйеге кіру деректері, имейл және құпиясыз толтырылады. Қалған ақпаратты ЖСН, туған күні, құжат бойынша ақпараттарды қосымша толтыруға болады. Келесі терезеде қызметкерге рөл тағайындаймыз. Бір немесе бірнеше рөл таңдауға болады. Мысалы, менеджер по закупкам және управляющий рөлдерін белгілеп, выбрать батырмасын басамыз. Егер қызметкерден рөлді алып тастау қажет болса, оң жақтағы себет батырмасын басамыз. Торговые точки терезесінде қызметкердің қай сауда нүктелерінде жұмыс істейтінін анықтаймыз. Қажетті сауда нүктесіне белгі қоямыз, немесе барлық сауда нүктелерін таңдауға болады. Осы терезеде добавить торговые точку батырмасы арқылы жаңа сауда нүктесін қоса аламыз. Барлық деректерді толтырғаннан кейін сохранить батырмасын басамыз. Жаңа қызметкер тізімде пайда болды. Бұл тізімде қызметкерлерді оң жақтағы үш нүкте арқылы басқаруға болады. Ұқсас рұқсаттары мен деректері бар қызметкерді қосу үшін копировать батырмасын басамыз. Қызметкердің тегі, есімі, логині және құпия сөзін енгізіп, сауда нүктесін таңдау терезесінде сақтаймыз. Изменить батырмасын басып, қызметкердің картасында қажетті өзгерістерді енгізуге болады. Қызметкерді жою үшін алдымен картасында оның рөлі мен сауда нүктесін алып тастау қажет. Содан кейін удалить батырмасын басамыз. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8-702-778-99-11 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.